Алматы облысында Аманат партиясының бастауымен Таза бейсенбі республикалық экологиялық акциясы жалғасып жатыр. Таза Қазақстан жобасы аясында ұйымдастырылған акция Іле ауданы Ащыбұлақ ауылында өтті. Іс-шараға партия өкілдері, мәслихат депутаттары, белсенділер, ардагерлер мен 80-ге жуық тұрғын қатысты. Тұрғындар стадион мен ескерткіш маңын тазалады. Нәтижесінде 2 тоннаға жуық қоқыс шығарылды. Жоба әлі де жалғасады дейді ұйымдастырушылар. Аптаның басында осы акция болатын барлығын ескерткенбіз. Енді бұл акцияны өткізіп жатқан себебіміз, өздеріңіз білесіздер, елдің тазалығы, жердің тазалығы, одан кейінгі болашақ ұрпаққа осы үлгі болсын деген мақсатта. Өйткені бүгінгі Таза Қазақстан акциясына ата-аналармен бірге жаңа мектеп оқушылары өз ниетімен келіп отыр, ата-аналары ертіп келіп отыр. Өйткені мына балаларымыз еңбекке үйренсін, еңбекке баулу мақсатында ата-аналар өздерінің балаларын ертіп келіп отыр.